Ой, мына ауыл қайда кетеді? Өзі неше күн болды жүріп келатқаныма заттарын бер жеріп өзім алып алып. О, ауыл міне екен ғой. Жаңа ауыл бұрынғы ауылға ұқсайды екен, бірақ енді ютуберлер үйі анау өзгеріп кеткен сияқты әйтеуір. Деген Дейлин фотодан жіберген үйді. Нормально үй болады. Дейлин іштеме екен, барып сұрап келейін. Мен келдім деп айтайын. Қайда отыр екен ол? Төменде қарап шығайын. Төменде жоқ екен. Төменде жоқ, онда үстіге бар екен. Дейлин. О, салам алейкум, Дейлин, қалайсың? Ойбай. Жотан, нихау. О, кеп қалдың ба? Табу қойым болып кетті ауылды. Алыс екен ана ауылдан. Сол біздікін алыс қой әйтеуір. Бірақ бұрынғылар жақсы. Істеп жатырың? Ой, видео монтажда. Ой, ауылды қарап шығайын мен онда. Сыртқа шығып. Шығасың ба сыртқа? Жоқ, барайын. Давай. Так. Достар, кстати, мен как всегда андай өзімнің бұрынғы үйімнен ауымайтын үйде тұрады боламын осы үйде. Так, заттарымды әкеліп қойған жалпы. Ноутбугым бар, флешкам тұр. Так, жалпы комната как всегда андай нормальный. Так, енді басқа заттарды қарайық ауылда. Так, мына жерде не бар екен? Мына жерде бізде бір магазин екен, мына жерде отыратын бірдеңе екен. Кітапхана. Аха, сыртқа шығып көрейік басқа не бар екен. Мына енді дәл біздің ауылдағандай екен. Так, мына жерде тоже кітапхана екен. Жетелер қайда? Міне жүр екен бұл. Мына үйлерде как обычно, мына үй егін болып кеткен ба, не болып кеткен? Мына үйде сондай болады. Мынаның вообще есігі жоқ, мынаның да есігі жоқ. Түсіндім. Ой, мына жерде, айтпақшы, мен бір затымды сұрауға ұмытып кеттім ғой Дейлиннен. Қалған ютуберлер қайда екен? Тек Дейлиннің бір өзі тұратын үй сияқты. Жотам, Дейлин, қалған ютуберлер қайда? Бір өзің тұратын хата сияқты ғой мына жөті. Мен өзіме салғам, қалған қалада шы. Ауыл болады жалпы. Магазин жоқ қой жақын жерде. Дәл бір мұқтым, бірақ айтым жоқ, өзім салғам ертең. Болды онда. Видео істеп. Шаршап кетсең демалсайшы онда. Мен де барып чуть-чуть демалып алыңыз жолдан келіп. Төменде тамақ анауын ғой, ұйықтап аламын. Давай онда. Мен барып өз үйімді қарай берейін. Так, достар, тамақ жеп отырмын да, бірден ойланып кетіппін. Идея келді. Дейлин ұйықтап жатқан кезде ауылды қопарып тастасам, пранк істесем қалай болады екен? Реакциясын көрген қызық болатын сияқты достар. Істемесем болмайын деп кеттім мен ал. Ауылды вообще ол танымайтындай қылып өзгертіп тастамасам. Тұрған кезде шоке болатын. Зұлым Дейлин келді ма деп ойлап қалатын шығар. Так. Қой онда кеттім мен, заттарымды алайын да ауылды қопарайын. Так, достар, қазір мен жүретін жолдардың барлығын башын шығарып тастаймын. Үйлерді де қопарып тастаймын. Дейлин прям шок болатындай қылайын деп тұрмын мен. Так, осы жерден алайын, прям бір деген жазып жіберейін. Бір-екі магический командаларды жазып жіберетін боламыз. Опа, достар, қараңыздар, жолдың бәрін. Короче, достар, жолдың барлығын нидерикке ауыстырып тастадым. Так, енді қазір мен барлық жерлерге лава құйып шығатын боламын. Ауылдың бәрін лава басып кеткенде қыламын. Зұлым Дейлин келгенде қылып әдемілеп дайындап қоямын ғой. Дейлин тұрғанда шок болып. Басқа ауылға көшіп кететіндей қыламын ғой қазір. Лаваларды от души құямыз. Жителердің үстіне қойып жүрсең, Прям жақын жерлердің бәрін қойып керек қой. Сол Дейлин шок болатындай. Так, енді қазір кілең мутанттарды, бір құбыжықтардың барлығын қойып тастаймын. Дейлин тұрғанда шошып тұратындай қылып. Мутант, құбыжық барлығын араластырып, ужастардың барлығын қойып тастайтын боламын. Зомбиларды қойып тастадым, в общем, толтыртсан. Дейлин точно қорқатын болады. Қазір еще сложности мирныйдан нормальныйға ауысып тастайтын боламын. Так, тағы не қоссам болады екен, ана жерге бар ғой. Бірдеңелерді іздеп көрейін қазір. Тағы не қосуға негізі и так көп нәрсе білдіріп тастадым. Оның барлығын дұрыстау үлкен зат болады. Жұмыс болады, сонда да әлі тағы бірдеңе қосқым келіп тұр. Дейлин прям.
жестко Дейлин енді точно ауылын танымай қалатын сияқты. Бір-екі в общем барлық заттарды қойып шығам, барлық қорқытуға болатын заттарын. Мына жерде егіндер қирап жатыр, зомбилар жүгіріп жүр. Андай қырғаяқ сияқты бірдеңелер әйтеуір толып жүр достар. Қазір Дейлин шок болатын сияқты менің ойымша. Жителерді өлтіріп жатыр. Қасқа жителдер кетті. Ё-май, жалко жителдерді бар ғой. Бірақ сонда да Дейлин от души қорыққан қалап отырмын достар мен. Житель қаш. Ой, житель кетті ал. Был житель, нету жителя. Үстіне су қойып тияқ достар, үйінің үстіне су кетатқанын естіп тұрып, содан кейін сыртқа шығатын шығар достар. Еще ана гейлігін сындырып тастасам екен. Гейлігін сындырып тастасаң, достар. Гейлігін лава құйып жіберіп или бірдеңе істеу керек сияқты достар. Суға тығып жіберген дұрыс сияқты по идее. Мына арттағы көлге тығып қоя салайын достар. Гейлігі бачыт болып суда жатсын. Достар, жесткий пранк пойдет, Дейлин реакциясы интересно маған қандай болатын. Ауылдан шығар жүрмесе болатын еді достар. Или зұлым Дейлинге айналып кетпесе, өзі тұрған жерінде мені өлтіруге келді. Так, жестко, конечно. Енді барлығы дайын сияқты достар. Барлық жер лава болып жатыр. Геликтің су мен лава араласып жатыр, в общем, кетіп жатыр, жанып жатыр достар гелик. Достар, үлкен шығын болайын деп тұр ауылға, бірақ сонда да Дейлинге жесткий пранк болайын деп тұр. Так что видеоға лайк басамыз, давайте қазір Дейлин оянып қалу мүмкін, любой время дайын болуымыз керек соған. И мен де өз үйімде тығылып жатқан болуым керек. Достар, ауыл емес қонау. Тозақ сияқты болып кетті, жестко болып жатыр. Достар, апокалипсис болып жатыр ғой ауыл деген. Жестко. Достар, еще мынадай автоматпен бір атып жоқ қылып жіберуге болады. Ауылды өйстіп жоқ қылып жіберетін боламыз қазір. Бір-екі зданияларды құрып жібереміз. Достар, ауыл бөлініп жатыр, бөлшектеніп жатыр, еще лава кетіп жатыр, ар жақта гелигі өртеніп жатыр. Ауыл быт-шыт болып жатыр осы. Жестко атып атып осылай барс етті. Ауылдың бәрі быт-шыт болған қалайын. Дейлин келді. Дейтіндей прям. Достар, еще мынадай демондарды қойып тастаймыз. Демондарды қойып тастадық. Ал Дейлин бұның бәрін өзің дұрыста. Мен жоқ кетейін ба достар ауылдан еще. Так, достар, мынадай демондарды қойып тастаймыз. Давайте қойып тастаймыз. Дейлин қазір тұрып қалуы мүмкін любой время. Қойып тастаймыз так что. Неңді ауыстырып шығып жатыр? Ой, достар, Дейлин тұрды. Тез маған тығылу керек. Қайда тығыламын? Так, мында қарай кіріп кете қойайын. Мына үйлердің біреуіне кіріп кете қойайын. Так, енді Дейлиннің реакциясын көреміз қазір. Ой, мында не болып жатыр? Деп мен де достар өтірік шығайын. Сыртқа шығайын. Кімдер мынау? Ой, мынау не болып жатыр? Дейлин! Мынау не болып кеткен ауылға? Мынау қайсы? Дейлин, көмектес. Не болып жатыр мұнда? Мен келігім. Мана су басып жатыр, кілең құбыжықтар толып кеткен. Не болып жатыр мұнда, Дейлин? Жителдер қайда? Ауылға не болған? Тағы да зұлым Дейлин келген жоқ па? Қайықта білем, мен келігім берген. Дейлин, маған да автомат бар ма? Өлгендердікін алайыз. Все. Достар, жестко прикол. Өлгендерде автомат жоқ қойды что-то. Қайда? Қолмен ұрам. Не лава болады? Білмеймін вообще. Мен де жап-жаңа ұйқыдан тұрдым. Шығып қалам далаға, үйім жоқ уже. Прикинь, үйім кетті. Может, зұлым Дейлин істеп отқан шығар? Кетің өй. Херабриннің армиясы оны атты ғой. Пистолет алтай креативің болса. Все, қазір. Болды, ауылын автомат. Мана өртеніп жатыр. Ат, бәрін, ат. Сен алдын Херабриннің ауылына кіріп едің ғой, солардың армиясын жіберген шығар, может. Мана толып кеткен ғой, жителердің бәрін өлтіріп саған. Жап, бұчыт қылып бұл. Сен гейлігіңді құтқар бар. Лавада жатыр гейлігің.
Ма, достар, жесткий пранк. Кораблидің затына тығып жібергенсің ғой, короче. Мыналардың барлық армия, миллион армия қай уақытта келді? Үйдің ішінде скелет шын ма енді мынау? Қане үйдің ішінде? Ма, не мынау? Төрт аяқты пауыққа ұқсаған зат мынау? Не мынау вообще? Ма, жестко. Өткен сияқты. Суға дұрыстап толу керек мына. Ма, кім істеді мынаның барлығын? Деген адам тапсам айыпты. Ма. Жестко істесе де. Достар, Дейлин айтқан есіңіздер ма? Есіне біліп қойсам, бытшын шығарам дейді. Ма, білмеу керек точно. Мен ауылдан қуылатын сияқтымын, біліп қоятын болса егерде. Енді барлығынша ауылда қайтадан дұрыстауға көмектесу керек. Жалпы креативіміз бар, сонда арқасында тез-тезден істеп тастауға болады енді әйтеуір. Ұзақ уақыт алмайды, так что нормально достар. Болды, ауылды тазалаған сияқтымыз Дейлин. Енді блоктар қойып шығу керек, лаваларды да қылу үшін. Бом, айтмай YouTube талшып айтам. Неге? Дейлин, ты чё? Ол жақта зон Дейлин бар ғой. Бәрі ма. Бәрі ма не бірем? Барасың ба? Мен барғым келіп тұрған жоқ. Кетіп барасың ба? Қалай давай. Давай, мен ауыл дұрыстайтын боламын да, давай Дейлин. Жол болсын. Ма, достар. Дейлин кетіп қалды бұрынғы ауылға. Жестко. Мына жерде енді өзім білдірген затты өзім дұрыстауым керек, достар. Так, дұрыстап шығамыз, Дейлин келем дегенше, енді барлығын қолымыздан келгенше дұрыстайтын боламыз. Так, достар, енді жесткий пранк болды, Дейлинге айтпайтын сияқтымын, по идее айтсам мен точно. YouTube хаос емес, вообще в целом қуып жіберетін сияқты, қайтып жол атпайтындай. Так что бұны Дейлинге айтпаймыз, бұл өз арамыздағы секрет болып қала берсін, достар. Видео ұнады деген ойдамын. Ма, ауылды көріп тұрғанда бытшын шығарып жүрдім ғой. Ма, жестко. Бұлай жестко болады деп ойламаймын. Мынаны қараңыздаршы, мынаның барлығын дұрыстауды айтты, қанша уақыт алады. Так, енді осы ауылды дұрыстаумен айналысатын боламын, достар, онда мен. Видео ұнады деген ойдамын. Сіздермен болған мен Флайс, достар. Давайте.